Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Менің аты жөнім Шекебай Мейір Малгайдарұлы. 1994 жылғын, жасым 27-де, кино саласында жұмыс істеймін. Баспанаға деген мұқтаждық қалада тұрып атқаныма 20 жыл болды. Сол 20 жылдың ішінде барлық квартирада өмір сүргеннен кейін. Енді үйлену керек, үй болу керек деген сияқты сондай мақсаттармен әрекет істеп осы үйді алдық. Рой осы 2019-да қалаға келген кезде менің дос балам, группаласым болды. Сол айтты, сол естіді, осындай Рой деген корпоратив ашылып жатыр екен, үй аласың 6 айдың ішінде деп. Сонымен хорошо деді, как раз екеуміз тұрдық. Бірінші мен тұрдым, содан кейін ол бір айдан кейін тіркелді. Сосын сол 6 ай өткеннен кейін Рой уәдесін бергенде кейін не болды? Очередім келді 6 айдан кейін. Үй аламыз деген кезде документтерім дұрыс болмай қалды, 1-2. Сосын соларды жүгіріп жүрген кезде карантинға жабылып қалдық. И вот содан карантин бітті, одан кейін тексеріс болды, не болды Ройда. Сонымен кешігіп қалдық. Сонымен сол кезде үлгермей қалдық та, енді 2,5 жыл тіркелгелі, 2019-дың сентябрінде тіркелгем, енді алып отырмын. Шынында айтайын ба? 50 на 50. Сосын көрдім, мен, может, шанс деп сондай оймен келдім да. Болса болды, я немесе жоқ, болса жақсы болатын еді деген сияқты. Вот сондай оймен келдім. Күлдім. Шын айтайын. Енді прикол ұстаған кездерде болды, типа, әлі алмадым ғой, 6 айлары қайда деген сияқты. Жоқ, адам ниет етіп, сабыр қылып, дұғасын жасап, самый главный ниет етсе, ол Алла тағала береді ғой. Күмән болды, басында берілмеген кезде 6 ай күттік, өзіміздің кінәміз ғой дедік. Сонымен жүрдік, оның бәрі сендерде тексеріс, Ройдағы тексерістердің бәрі бітті. Біткеннен кейін де күмән болды, әне-міне мен жүрдік, содан кейін ең соңында енді ускоренный программа ретінде деп айтты, соның үстіне ақша қосып ускоренный программа жасадық. Үй алу процесі бірінші үй қараудан басталды. Үйді қарадық, содан кейін ақша жинау процесі, үстіне доплата жасау. Ал бұрын сол 18 миллионға 2 комнатаны оңай жақсысын таңдайтын болғансың. Соңғы жылдағы үйлерден десек. Ал қазір 18 миллионға ондай үй келмейді, даже жақсы райондардан однокомнатный ала алмайсың. Сонымен үстіне доплата жасау керек болды. Сол процеспен, кішкене ойлану процеспен болдық. Ең бірінші Аллаға ризашылығымды білдіремін. Одан кейін осы Рой кооперативін ашқан Арген мырзаға осындай шанс берген, жастарға мүмкіндік берген, үй жоқ адамдарға, баспанасы жоқ адамдарға мүмкіншілік бергеніне рахмет.